Қалай ойлайсыздар? Егер заң әділсіз болса, адам не істеу керек? Қараш-қараш оқиғасы 20 ғасырдың басындағы қазақ қоғамының таптық теңсіздік пен әділетсіздікті бейнелейтін шығарма. Оның басты кейіпкері Бақтығұл кедей, момын, адал адам. Бірақ оның ағасының байлар өлтіріп кеткеннен кейін кек алуға мәжбүр болады. Бақтығұл сол заманның трагедиялық батыры. Ол заманда әділет жоқ екенін көріп, заңға сенбейді. Ақыры Қараш-қараш тауының етегінде бай Жарасбайды атып тастайды. Бұл оқиғада әділдіктің екі түрі берілген. Заңдық әділдік. Ол жоқ, себебі байлар мен кедей бір жақта. Адамгершілік әділдік. Бақтығұл үшін сол маңыздырақ. Бай Жарасбай ол елге белгілі бай. Бірақ оның ішкі болмысы сатқын, қатыгез. Ол Бақтығұлдың ағасын сатып кетіп, әділдікті өлтіреді. Ал Бақтығұл болса, әділдік таппаған соң заңсыз жолмен шешуге мәжбүр болады. Осы жерде сұрақ туады. Егер заң әділсіз болса, кек ақтала ма? Бұл сұрақ тек әдеби емес, философиялық және әлеуметтік сұрақ. Қазірде кей адамдар әділдікті соттан емес, өз қолымен шешуге тырысады. Бірақ бұл өте қауіпті үдеріс. Мұның түп тамыры тереңде. Теңсіздік, бай мен кедей арасындағы алшақтық, құқық қорғау жүйесіндегі сенімсіздік. Мысалда, кей ауылдарда жер дауы, мал ұрлау деген әрекеттер адамдарды заңсыз түрге шешуге мәжбүрлейді. Сарапшылар не дейді? Егер қоғамда әділдік туындамаса, адамдар заңнан емес, кек алудан медет іздей бастайды. Қараш-қараш оқиғасы тек кек туралы шығарма емес, ол әділдік іздеген адамның ішкі трагедиясы. Заң мен мораль арасындағы шекара кейде көмескіленеді. Басты сұрақ: сіз Бақтығұлдың орнында болсаңыз, не істер едіңіз? Заңға сүйеніп, үнсіз қаласыз ба, әлде? Келесі эпизодта біз Батыр Баян поэмасын талдайтын боламыз. Тақырып: махаббат пен ел тағдыры. Сіздермен болған мен Өтеген Перизат. Келесі кездескенше сау болыңыздар.